Қарасай ауданы Шамалған станциясындағы Қазақ орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып пәні мұғалімі Боранбаева Аманкүл Пірәліқызы. Сауат ашу пәні 1-ші сынып. Сәлеметсіңдер ме балалар? Барлығымыз мен айтқан тақпақты қайталап айтайық. Біз балдырған баламыз, құстай қанат қағамыз, дүниені аралап, оқып білім аламыз. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сауат ашу пәнінен өтетін тақырыбымыз Б дыбысы мен әрпі. Балалар, қалай ойлаймыз? Б дыбысы дауысты дыбыс па, дауыссыз дыбыс па? Дұрыс. Б дыбысы дауыссыз дыбыс. Б дыбысының балалар баспа түрі және жазба түрін көріп отырмыз. Қызықтырып әркімдақ, суда жүзер жалтылдап, Б әрпінен басталған сол жүзгіштің атын тап. Бұл не деп ойлаймыз балалар? Жарайсыңдар, балық. Ал енді мына суретте нелерді көріп отырмыз? Дұрыс, бесік, көбелек. Жарайсыңдар. Бесік дегенде балалар Б дыбысы сөздің қай буынында келіп тұр? Жақсы, 1-ші буынында. Көбелек дегенде ше? Жарайсыңдар, 2-ші буынында. Енді балалар жаңылмай жаңылтпашты айтып жаттығайық. Бақ-бақ бақта бар, бақада бақта бар. Бақ-бақ бақта бар, бақада бақта бар. Балалар, осыны бірнеше рет қайталаймыз және жаңылмай айтуға жаттығамыз. Енді балалар, астында бірнеше суреттер көріп тұрмыз. Сөйлем құрайық. Өзен. Өзеннің жағасында кімдер бар балалар? Жарайсыңдар. Ағаштар, сулар және балалар жүр. Ал енді балалар, сиқырлы буынмен сөз құрап көрейік. Бірінші қандай сөз шығады? Бала. Тамаша. Барыс. Жарайсыңдар. Бата. Балық. Және баба деген сөз шығады екен. Жарайсыңдар балалар. Бұл балалар Б дыбысы мен әрпінің жазба түрі. Енді балалар, буындарды бір-біріне қосып оқып көрейік. Бақа, балық, бота, болат. Балалар, сендер де осылай оқыды деген ойдамын. Енді барлығымыз назар аударып, ойын ойнайық. Бұл ойынның аты балық аулау ойыны. Бірінші қандай сөз шығады екен? Бақа, бота, бес, балға, балық, бөрік, балта. Жарайсыңдар балалар. Кімде-кім осы сөздерді оқыса, балық аулау ойынын ойнап шелегімізді балыққа толтырдық деп ойлайық. Жарайсыңдар балалар. Бұл сөздерді сендердің оқи алады деп сенемін. Ал енді балалар, оқулығымызда бор неден жасалады деген әңгіме бар. Осыны мен оқып берейін, сендер мұқият тыңдаңдар. Бақыт пен Болат бор неден жасалады дегенге таласып қалды. Бор тастан жасалады деді Бақыт. Жоқ, бор топырақтан жасалады. Өйткені бор жұмсақ, тас қатты ғой деді Болат. Балалар, Бақыт пен Болаттың айтқандары дұрыс па? Ал сендер бор неден жасалады деп ойлайсыңдар? Барлығымыз өзіміздің ойымызды айтайық балалар. Екінші тапсырма. Берілген сұрақтың жауабын сызбаға қарап, болжа. Диалогты сыныптастарымен бөліп, рөлге бөліп оқы. Бор неден жасалады? Саған кімнің сөзі ұнады?
неге ұнады? Балалар, осы тақырыпты оқып, үйден қорытынды жасаймыз. Енді балалар, ортасында Б дыбысы бар топтастыру ойынын ойнап жіберейік. Қане айта қойыңдаршы, Б дыбысынан басталатын қандай сөздер бар екен? Балық, балта, банан, бала, бағдаршам, барабан, баклажан, балмұздақ. Жарайсыңдар.